Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін сіздерге өте маңызды денсаулық тақырыбында кеңес бергім келеді. Ең алдымен арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін үлкен қолдау, ал сіздер үшін пайдалы ақпараттарды жіберіп алмаудың жолы. Соңғы кездері тізе ауруы өте жиі кездесіп жүр. Жас адамдарда да, егде жастарда да бар. Кейбірлер қартайған соң тізем ауырады деп ойлайды. Кейбірі артық салмақтан дейді. Әрине, ол да дұрыс, бірақ шын мәнінде тізе ауруының себебі бұдан да көп. Мысалы, буынға зақым келгеннен бөлек, ағзадағы гормондардың бұзылуы да үлкен рөл ойнайды. Бүгін мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп беретін боламын. Қалқанша безінің ауруы және эстроген гормондарының азаюы тізеге қалай әсер етеді. Қалқанша безі біз көбінде тек тамақ безі деп білеміз, бірақ ол біздің ағзамыздың моторы. Ол Т3, Т4 деген гормон бөледі. Бұл гормондар бүкіл ағзаңыздың жұмысын реттейді, энергия береді, зат алмасуды жылдамдатады, сүйек пен бұлшық етті күшейтеді. Енді ойланып көрейік. Егер қалқанша без дұрыс жұмыс істемесе, адам тез шаршайды, салмақ қосады, бұлшық ет әлсірейді. Салмақ артқан сайын тізеге күш түседі. Кейде қалқанша без керісінше көп гормон бөледі. Мұндайда сүйек жұқарып, остеопороз дамиды. Сонда буындар әлсіреп, тез соқтығысып ауыра бастайды. Тізе ауруы тек буыннан емес, қалқанша без бұзылыстарынан да туындайды. Ал енді әйелдерге тән тағы бір маңызды себеп бар. Ол эстроген гормоны. Эстроген сүйекті қорғап тұратын негізгі қалқан сияқты. Ол шеміршекке серпінділік береді, сүйекке кальцийді ұстап тұрады. Бірақ жас ұлғайғанда, әсіресе 45-50 жастан кейін эстроген азаяды. Осы кезде не болады? Сүйек кальцийді ұстай алмайды. Сүйек жұқарады, шеміршек тозады, сүйекке соғылады. Нәтижесінде әйелдерде тізе ауруы жиілеп кездеседі. Сондықтан негізгі әсіресе әйелдерде тізе ауруы көп шалдығады деген сұраққа жауап берсек, эстрогеннің төмендеуі. Алдын алу кеңестерін қарапайым тілмен айтайын. Ал енді тіземізді қалай күтеміз? Біріншіден, артық салмақ қоспау керек. Әрбір килограмм тізеге 2 есе күш береді. Екіншіден, тамақтану, кальцийге бай тағамдарды жеу, сүт өнімдері, балық, көкөністерді. Үшіншіден, жеңіл қозғалыс, жүру, суға түсу, жеңіл жаттығулар бәрі буынға пайдалы. Уақытында дәрігерге қаралып, егер гормондарда ақау болса, оны тексеріп ем алған дұрыс. Ішкі ағзалардың бұзылысы тізе буынына қалай әсер етеді? Адам ағзасы бір-бірімен тығыз байланысты жүйе. Бір мүше бұзылса, оның салдарын басқа мүшелерге де әсер етеді. Соның ішіндегі тізе буыны да зардап шегеді. Жүрек пен қан тамырларына қан айналымы нашарласа, тізе буынына оттегі мен қорек аз барады, ауырсыну, ісіну пайда болады. Бүйрек нашар жұмыс істесе, тұз бен сұйықтық ағзаға жиналады. Буынға тұз шөгі, ісіну пайда болады. Бауыр уытты заттарды толық тазаламаса, олар қан арқылы буынға түсіп, қабыну туғызады. Ұйқы безі қант диабетінде ұсақ тамырлардың зақымданып, буынға қан баруы қиындайды. Қалқанша без гормоны бұзылса, сүйек пен шеміршек әлсірейді, бүйрекке жүктеме түседі. Бұл да буынға әсер етеді. Иммундық жүйе қабыну аурулары кезінде буынға да шабуыл жасалады. Тыңдап отырғандарыңыздай, бүйрек, бауыр, жүрек, қалқанша без сияқты мүшелер бір-бірімен тығыз байланысты. Біреуі бұзылса, тізе буынына дейін әсерін тигізеді. Сондықтан буын ауруын емдегенде тек тізеге емес, бүкіл ағзаның саулығына көңіл бөлу керек. Ішкі ағзалардың бұзылысы тізе буынына қалай әсер етеді? Адам ағзасы бір-бірімен тығыз байланысты жүйе. Бір мүше бұзылса, оның салдарын басқа мүшелерге де әсер етеді. Соның ішіндегі тізе буыны да зардап шегеді. Жүрек пен қан тамырларына қан айналымы нашарласа, тізе буынына оттегі мен қорек аз барады, ауырсыну, ісіну пайда болады. Бүйрек нашар жұмыс істесе,
тұз бен сұйықтық ағзаға жиналады. Буынға тұз шөгіп, ісіну пайда болады. Бауыр уытты заттарды толық тазаламаса, олар қан арқылы буынға түсіп, қабыну туғызады. Ұйқы безі қант диабетінде ұсақ тамырлардың зақымданып, буынға қан баруы қиындайды. Қалқанша без гормоны бұзылса, сүйек пен шеміршек әлсірейді, бүйрекке жүктеме түседі. Бұл да буынға әсер етеді. Иммундық жүйе қабыну аурулары кезінде буынға да шабуыл жасалады. Тыңдап отырғандарыңыздай, бүйрек, бауыр, жүрек, қалқанша без сияқты мүшелер бір-бірімен тығыз байланысты. Біреуі бұзылса, тізе буынына дейін әсерін тигізеді. Сондықтан буын ауруын емдегенде тек тізеге емес, буын ағзасында бүкіл ағзаның саулығына көңіл бөлу керек. Демек, ішек, бауыр, бүйрек бір-бірімен тығыз байланысты. Егер ішек дұрыс жұмыс істесе, бүйрекке жеңіл болады, ал бүйрек дұрыс жұмыс істесе, буындарымыз да сау болады. Сондықтан да буын ауруларын алдын алу үшін ең әуелі дұрыс тамақтанып, көкөністер мен жемістерді көп жеу керек. Күніне жеткілікті мөлшерде таза су ішіңіз. Дәрумендер мен дәрілерді түрлі қабылдау әркімге бірдей емес, сондықтан да дәрігеріңіздің рұқсатымен қабылдағаныңыз дұрыс. Ал табиғи дәруменді сүт, балық, жаңғақ, көкөніс, жеміс арқылы алған пайдалылар. Қимыл қозғалысты арттырып, денсаулыққа мән берейік. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ауырмаңыздар.